Германияда Тим мен Лив некелік өмірлерінен ләззат алуда. Лив тіпті жүкті болады, ал ерлі-зайыптылар бұған өте қуанышты, бірақ Лив баласынан айырылып, жағдай қайғылы жағдайға ауысады. Енді Тим уақытының көп бөлігін бейне ойындар компаниясында бағдарламашы болып жұмыс істеумен өткізеді, ал соңғы 2 жылда олардың қарым-қатынасы суық әрі алыс болып кетті. Соңғы бірнеше аптада олардың ғимараты үлкен қара матамен жабылған, өйткені үй иесі Фридман жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Бір күні түстен кейін ерлі-зайыптылар Фридманмен көшеде әңгімелеседі. Ол оларға жұмыстардың жақын арада аяқталатынын айтады. Сол сәтте бірнеше тікұшақтар ұшып өтіп, олар алыста көп түтінді көреді. Порт аймағында үлкен өрт болғаны белгілі болады. Кейін Лив фургондарын жөндеу шеберханасынан алып келгенін айтады, бірақ оны көру Тимге тек осы фургонмен байланысты жаман естеліктерді еске түсіреді. Лив сонымен қатар жұмысын тастағанын және Францияға көшіп, қарым-қатынастарын түзету үшін жаңа өмір бастауды қалайтынын хабарлайды. Тим оның ұсынысынан бас тартады, алдымен жобасын аяқтағысы келетінін және кейін бұл идеяны қайта қарастыруы мүмкін екенін айтады. Әңгіме оның жұмыстан келген қоңырауымен үзіледі. Бұл Ливті одан әрі ашуландырады. Сол түні Лив төсекте жылаудан өзін ұстай алмайды. Пәтердің үстінде бір түрлі бұлт пайда болады. Келесі таңда Лив енді шыдай алмайтынын және жалғыз кететінін айтады. Алайда есікті ашқанда оны қара кірпіштен жасалған бір түрлі қабырға бөгіп тұрғанын көреді. Ол өте берік және оны итеру еш нәтиже бермейді. Тим иесі қоңырауының камерасын тексереді, бірақ экран өшіп қалған. Ерлі-зайыптылар терезелерді тексеру үшін жүгіреді, бірақ оларда осы қабырғамен жабылғанын анықтайды. Лив Фридманға қоңырау шалуға тырысады, бірақ телефонда сигнал жоқ, Wi-Fi-де істемейді. Тим үмітсізденіп көмек сұрап айғайлайды және қабырғаға бар күшімен соғылады, бірақ еш нәтиже болмайды. Сигнал іздеп жүргенде Тим телефонының қара кірпіштерге жақын жерде бір түрлі әрекет ететінін байқайды. Ол жақындағанда экран үнемі істен шығады. Кейін олар бұрғыны қолданып көреді, бірақ ол қабырғаны тіпті сызып тастамайды. Қалыпты қабырғаларға қолданғанда олар бұл қара кірпіштердің оларды да жауып тұрғанын анықтайды. Кенет олар көршілермен ортақ қабырғадан шу естиді. Лив бұрғыны пайдаланады. Бұл жолы ол тесік жасайды. Бұл оларға Марви мен Аннаны көруге мүмкіндік береді. Бұл ерлі-зайыптыларда дәл осы жағдайда қара кірпіштер оларды қамауда ұстап тұр, телефондары істемейді және олар түнде ештеңе естімеген. Анна жылап, осында өлетінін ойлайды. Содан кейін Тим асүй раковинасын тексереді және суда жоқ екенін анықтайды. Ол бейне ойындардағы сияқты басқа шешімдерді іздеу керектігін айтады. Бұл Ливтің ақыры жарылуына әкеледі. Ол оған бұл ойын емес екенін және кеше кете алғандарын еске салады. Даудан кейін Лив кетіп қалады, ал Тим ашуланып телефонын қара қабырғаға лақтырады. Бірнеше минуттан кейін Тим телефонының бір бөлігі қара кірпішке жабысып қалғанын байқайды. Оны шығарғанда бөлшек тез қайта оралады. Лив оған кешірім сұрау үшін шыны аяқпен келеді, ал Тим қасықты алады, ол да қара кірпішке дереу жабысады. Ерлі-зайыптылар металл заттарды лақтыра бастайды. Бұл қабырғаның магниттік екенін растайды. Кейбір кірпіштер басқаларға қарағанда күштірек болып көрінеді. Сондықтан Лив металл үйінділерді осы 4 аймаққа шоғырландырады. Заттар дірілдеп ұшып кетеді. Сондықтан Тим Ливті жерге құлатып, олардан жалтарады. Тим Ливті қорғағандықтан кейбір заттар оның арқасына ауыр жабысып қалады. Лив оларды мұқият алып тастап, жараларын тазалайды. Кейін олар тамақ ішіп отырғанда көршілердің пәтерінен айғай естиді. Олар тесіктен қарағанда пәтердің бәрін шашып жатқанын көреді. Шулар дау мен заттардың еденге лақтырылғанын білдіреді. Кенет пәтер тыныш болады, ал Тим мен Лив алаңдап қабырғаны бұза бастайды, үлкенірек тесік жасау үшін. Көп жұмыстан кейін Тим бейсбол таяғын алады, ал ерлі-зайыптылар ішке кіреді. Пәтерді іздегенде олар кілемде қан дақтарын байқайды. Ақыры олар Аннаны еденде жатқан жерінен тауып, оны көтереді. Әйелдер жатын бөлмесінен шығады, бірақ Марвин Тимді таяқпен тұншықтыруға тырысып, оған шабуыл жасайды. Лив кері оралып, Марвиннің бетіне қағаз бүрік күшін қолданады. Содан кейін Тим оны таяқпен ұрады. Ол айғайлап, Марвин Аннаны тағы ұрса, одан да жаманын істейтінін айтады. Алайда Анна өз жігітін қорғау үшін кері жүгіреді, оның оны ұрмағанын айтады. Ол қабырғаны ұруға тырысқанда кездейсоқ Марвинді ұрғанын түсіндіреді. Лив пен Тим әлі де сақ болып, Марвиннің қолдарын байлайды, ол есін жинағанша. Кейін Тим пәтерді аралап кіруге болмайды деген есікті табады. Ол есікті күшпен ашады және жыпылықтайтын шамдармен айналысқанда, терезедегі қара кірпіштердің бір сәтке жанып тұрғанын байқамайды. Лив оған іздеуге көмектесуге келеді. Олар бірнеше цифрлық камерамен балта табады. Тим балтаны есікке қолданады, бірақ еш нәтиже болмайды.
Сол сәтте Марвин оянып, не болғанын есіне түсіре алмайды, бірақ олар айтқанда кешірім сұрайды. Ол Анна оны ұрғаннан кейін тым көп дәрі ішіп, зорлық-зомбылық көрсеткені белгілі болады. Ерлі-зайыптылар бір-бірінен кешірім сұрап, сүйісе бастайды. Оларды елемей, Лив идея ұсынады. Ол ғимаратты қабырғаға салып, оның ескілігіне байланысты жертөледе метро жүйесімен байланысатын туннелі бар соғыс баспанасы болуы керектігін түсіндіреді. Шығудың кілті төмен түсу. Тим еденді бұза бастайды. Топ қара кірпіштің оны бөгемегенін көріп қуанады. Біраз жұмыстан кейін олар төмен түсуге жеткілікті үлкен тесік жасайды. Тим парашют сияқты жаймаларды қолданып төмен түседі, және Освальдтың оған мылтық кезегенін көреді. Тим ұрлық жасамайтынын түсіндіреді, бірақ Освальд тыңдамайды. Бақытымызға орай, оның немересі Ли оны тоқтатады. Егер олар ынтымақтаспаса, бірнеше күнде өлетінін айтады. Басқалары да түсіп, Ли келесі тесікке арналған баспалдақ ұсынады. Тим Марвиннің қолдарындағы таспаны кеседі. Бұл Освальдқа күдікті болып көрінеді. Марвин еденді бұза бастағанда, Ли телефоны хабарлама жібере алмайтынына ашуланады. Ол кеше түнде сүйіктісімен ұрысып, оны кетуге мәжбүрлегені, содан бері сөйлеспегені белгілі болады. Ли сонымен қатар таңғы сағат 4-те дәретханаға тұрғанда қара қабырғаны көргенін айтады. Тим түтін детекторында бір түрлі нәрсе байқап, оны ашады, тек камераны табады. Освальд бұның орнатылғанын білмегенін және оны Фридман орнатқанын түсіндіреді. Топ асүйдегі түтін детекторын тексереді, және тағы бір камера табады. Фридман оларды үнемі бақылап отырған сияқты. Лив Фридман Освальдтың жанындағы пәтерде тұратынын еске алады, сондықтан олар орта қабырғаға тесік жасайды. Топ ішке кіріп, экзотикалық заттардың үлкен коллекциясын, соның ішінде Марвин алған ежелгі қанжарды табады. Олар пәтерді іздеп, Фридманның қолдары жоқ өлі денесін табады. Марвин құсып кетуге жүгіреді, ал Лив үрейлене бастайды. Тим оны тыныштандыруға тырысады, бірақ Лив қашып кетеді. Содан кейін Тим Фридманның телефонын алады және онда қара қабырғалардың суреттерін байқайды. Кейін топ басқа пәтерге қайта оралып, еденді бұза бастайды. Олар Освальдтан Фридманның пәтерінен ертерек ештеңе естігенін сұрайды, бірақ ол ештеңе естімеген. Освальд өте қобалжыған, Ли оған дәрілерін ішуге көмектеседі. Лив газетті қарап, порттағы өрттің бұған байланысты ма деп ойлайды, бірақ Тим бұл тым алыс деп санайды. Кенет еден тесіліп, олардың көпшілігі келесі пәтерге құлап, есінен танып қалады. Лив баспалдақты алуға жүгіріп, Тимді тексеру үшін түседі. Ол ауырып оянады, бірақ жақсы. Басқалары да оянып, жеңіл жаралар алғанын растайды. Освальд өзін жарақаттаймын деп қорқады, бірақ Ли онсыз кетпейтінін айтады. Барлығы Освальдқа баспалдақты түсіріп, оттегі баллонын көтеруге көмектеседі. Бұл пәтерде олар Антон есімді жалға алушының досы Юриймен кездеседі. Антон қайтыс болған, ал Юрий оның жүрегі кенет тоқтағанын айтады. Ол қабырғаның магниттік қасиеттері Антонның кардиостимуляторына әсер етті деп кінәлайды. Алайда Ли үстелде жиналған бір түрлі қағаздарды байқап күдіктенеді. Юрий қара қабырғалардың оларды қорғау үшін терең мемлекет тарапынан орнатылғанын ойлайды және топтың іште қалуын қалайды, себебі бұл қауіпсіз. Басқалары бас тартып тесікті бұза бастайды. Ли үстелдегі қағаздарды қарайды. Юрий Антонның жүрегі оның обсессияларының стрессінен зардап шеккенін айтады. Ли бөлмеден шыққанда Юрий бір қағазды жойып жібереді. Тесік тез аяқталады, ал топ ақыры жертөлеге жетеді. Олар ескі есікті ашып, басқа бөлмеге апаратын дәлізге түседі. Онда тығыз жабылған шығу жолын табады. Белгіде ол баспаналарға апаратыны жазылған. Юрий тесіктен қарап тұрғанда Лив жабылған есікті соғып, оны ашуға қол жеткізеді. Өкінішке орай, бұл шығу жолы да қара кірпішпен бітелген. Марвин ақылынан адасып, есікті балғамен ұра бастайды, сондықтан Тим оны тоқтатады, ал Освальд оған мылтығын кезеніп, тынышталғанша күтеді. Алайда Марвин алдаған болып шығады, және мылтықты алып, қара қабырғаға бірнеше рет оқ атады. Барлығын таңғалдырғаны, оқтар қабырғаның алдында қалықтайды, өйткені магниттік өріс өте күшті. Алдыңғы оқиғаны еске түсіріп, Тим барлығын оқтар кері серпілгенде жалтару үшін еңкейтіп қояды. Өкінішке орай, Освальд тым қартайғандықтан тез қозғала алмайды және оқ оны өлтіреді. Ли оның денесіне жабысып жылайды. Топ пәтерге қайтады, ал Анна олардың бір себеппен таңдалған ба деп ойлайды. Ол 15 жасында велосипед апатынан кейін 2 минут өлі болғанын айтады және басқалардан ұқсас тәжірибелері бар ма деп сұрайды. Ли анасының қатерлі ісіктен қайтыс болғанын айтады, ал Юрий қызмет барысында біреуді өлтіргенін түсіндіреді. Марвин Освальдты өлтірген үшін кешірім сұрай береді. Тим баласы туралы айтқысы келмейді, бірақ Лив бәрібір түсік туралы айтады, сондықтан Тим басқа бөлмеге жүгіріп кетеді. Лив оның соңынан еріп, олар дауласады. Лив жақын арада өлуі мүмкін болғандықтан, бұл туралы ашық сөйлесу керектігін айтады.
Бұл тимді жарылуға мәжбүр етеді, олар айғайлай бастайды, сондықтан барлығы олардың дауын естиді. Тим Ливтің оның жұмысын бірден тастауын талап еткеніне шағымданады, ал Лив бұл бірден емес екенін айтады. Түсіктен кейін Тим оны компьютердің пайдасына елемей, бұл туралы сөйлесуден бас тартты, сондықтан ол өз қайғысымен жалғыз күресуге мәжбүр болды. Лив оны тастап кетті деп қорытынды жасап, бөлмеден шығып кетеді. Бұл жолы пайдалы болуды шешіп, Тим топты Фридманның пәтеріне қайта алып, көбірек анықтамалар іздейді. Ли Антонның жұмбақ жазбаларын да тексеру керек деп ойлайды. Юри олардың бәрін оқығанын айтса да, оны елемейді. Топ іздеу үшін бөлінеді. Ли Антонның бір қағазында қара қабырғадағыдай өрнек бар екенін байқайды. Ол, Лив байқаған 4 ерекше нүктені де тапты. Антонның визитісі оның наноқорғаныс компаниясында жұмыс істегенін көрсетеді. Бұл қабырғаның наноботтардан жасалғанын білдіруі мүмкін. Юри оның досы бағдарламашы болғанын түсіндіреді, бірақ оның жұмысы туралы егжей-тегжей білмейді. Тартпада олар сынған ноутбук пен телефон табады. Юри Антон оларды қабырғаға ашуланып лақтырғанын айтады. Фридманның пәтерінде Тим бөлменің нақты өлшемінен кішірек көрінетінін байқайды. Ол қабырғаны қағып, оның іші қуыс екенін растайды. Марвин қашықтан басқару пультін табады. Оны қосқанда қабырғадағы сенсор іске қосылады, бірақ пароль қажет. Тим пультідегі шаңды өрлеп, ең көп қолданылған түймелерді тауып, мүмкін комбинацияларды 24-ке дейін қысқартады. Ли мен Лив Антонның қоқыс қағаздарын тексеруді жалғастырады, және бір қағазда код деген сөзді табады. Кенет Юри күліп, қабырғаны ашса, өлімге әкелетін радиация кіруі мүмкін деп айтады. Әңгіме Анна оларға бір нәрсе тапқанын хабарлау үшін келгенде үзіледі. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін Тим дұрыс парольді табады, ал қабырғада есік ашылады. Ішінде олар түтін детекторларына жасырылған камералар арқылы әр пәтерді тыңшылық ететін компьютерлерді табады. Анна мен Лив Юримен бірге келгенде, Тим анықтамалар іздеп, бейне жазбаларды қарайды және байқаусызда Марвин мен Аннаның жақын сәттерін көреді. Ол оқиға түнін табады және барлығы қара бұлттың терезеде ештеңеден қабырға пайда болғанын таңғалып қарайды. Олар сондай-ақ Антонның денесін Юри тапты деген жерден басқа жерде жатқанын көреді. Лив сұрау үшін бұрылғанда Юри қашып кеткен, сондықтан Марвин оны іздеуге кетеді. Сонымен қатар Ли Антонның денесін жауып тұрған шарфты жылжытады және қара дақтарды табады. Юри оның артында пайда болады. Компьютер бөлмесінде басқалары Антон өлмес бұрын түсірілген бейнені қарайды. Ол кадрдан тыс, бірақ олар шамдардың жыпылықтағанын және баспалдақтан күн сәулесінің түскенін байқайды. Бұл Антон қара қабырғаны ашқанын білдіреді. Антон кадрға қайта оралғанда Юри оны тұншықтырып өлтіреді. Марвин Антонның бөлмесіне кіргенде, Юридің барлық қағаздарды өртеп жатқанын және Лидің еденде өлі жатқанын көреді. Юри отты қағазбен жақындап, қабырғаның оларды қорғау үшін бар екенін талап етеді. Көп ұзамай Тим Освальдтың мылтығымен келіп, Юридің Марвинді тұншықтырып жатқанын табады. Содан кейін Юри кепілді тастап, Тиммен мылтық үшін күреседі, күресте төбеге оқ атады. Марвин құлағанда басын соғып, иесінен танып қалады. Тимді қарусыздандырған соң, Юри оны ұрып тұншықтыра бастайды. Сол сәтте Марвин оянып, Юридің бетіне теуіп, мылтықты қайтарып алады. Ол атуға дайындалғанда Лив оны тоқтатады. Юри шығудың жолын білуі мүмкін деп айтады. Юри тағы шабуыл жасауға тырысады, сондықтан Тим оны нокаутқа түсіреді. Лив Лидің көздерін жабады, ал жігіттер Юриді байлайды. Тим Юридің сөмкесін тексереді, және қастандық теориялары туралы кітаптар табады. Лив басқаларға Юри Лиді өлтірген болуы мүмкін, өйткені ол Антон сияқты шығу жолын тапқан деп айтады. Анна камераларды тексеруді жалғастырады, ал Лив пен Тим өртенген қағаздардың қалдықтарын қарайды. Қабырғада әртүрлі өлшемдегі кірпіштер бар, бұл мағынасыз. Қағаздардың бірінде өрнек сипатталады, ал Тим оның Морзе кодына ұқсас екенін түсінеді, сондықтан Антон оны шешкен болуы керек. Лив оған визитін көрсетеді, ал Тим компания мекен-жайының портта, өрт болған жерде екенін байқайды. Жігіттер Юриді оятады, ол сөйлеуден бас тартқанда Марвин оны ұрады. Тим Юридің иығына жақын жиһазға оқ атып, оның қорқытуының шынайы екенін дәлелдейді. Юриді бірнеше секундқа саңырау етеді. Юри қабырғаның порттағы өрт кездейсоқ белсендірген қорғаныс жүйесі екенін түсіндіреді. Марвин Юриге сенуге болмайтынын, өйткені ол қастандық теорияларына сенетін адам деп ойлайды және оны ұра бастайды, сондықтан Тим оны тартып алады. Сол сәтте Анна бір нәрсе тапқанын хабарлайды. Антон телефонында кірпіштерді сканерлейтін қолданба бағдарламалаған, олар К-кодын құрайды. 4 ерекше нүктені жарықпен басу арқылы қабырғаны ашуға болады. Лив бұрын тапқан сынған телефонды әкеледі, ал Тим ақпаратты қайта жасау үшін қолданбаны жұмыс істейтін телефонға орнатады. Топ пәтерге қайтады және қолданбаны есікте қолданады.
Экранда 4 нүкте пайда болады. Тим оларды басады. Бұл кірпіштердің сұйық тәріздес нәрсеге айналуына әкеледі. Анна саусағымен тиеді, ал зат оны бір сәтке жауып, ол саусағын тартып алады. Содан кейін ол бүкіл қолын салады. Ол жылы және ішінде бір нәрсе қозғалып жатқанын айтады. Юрий бұл қауіпті деп айта береді. Сондықтан Марвин оны ұрады. Содан кейін Аннаға қолын шығаруды сұрайды. Алайда Анна мұны істей алмайды. Шын мәнінде наноботтар оны ішке тарта береді және аяғында ұстайды. Басқалары оның денесін ұстап, шығаруға тырысады және қабырғаның қайтадан қатая бастағанын байқайды. Өкінішке орай, олар жеткілікті күшті емес, ал қабырға қайтадан кірпішке айналып, оларды кері итеріп жібереді. Марвин Аннаның жанына жүгіріп, жылайды, өйткені ол енді өлі және денесінің төменгі бөлігі жоқ. Бұл Фридманға не болғанын түсіндіреді. Юрий күліп, қабырға оларды ешқашан жібермейді деп айтады. Бұл ашулы Марвиннің оны бірнеше рет атып, содан кейін өз-өзін өлтіруіне әкеледі. Бірнеше минуттан кейін Тим Лифтен кешірім сұрайды. Ол түсіп болған күні оның ішінде бір нәрсе сынып, оны қалай түзетуді білмегенін түсіндіреді. Олар құшақтасып, бір-біріне тәтті сөздер айтып, не үшін ғашық болғандарын еске түсіреді. Бұл олардың ақыры татуласуына көмектеседі. Кейін Тим қолданбаны қайтадан қолданып көруді шешеді. Түймелерді дұрыс емес ретпен басқан болуы керек деп ойлайды. Лив әр түйменің жарығы әр түрлі рет жыпылықтайтынын байқайды. Сондықтан олар Антонның жасаған ретін білу үшін бейне жазбаны тексереді. Сол кезде Юрий оянады. Ерлі зайыптылар қайтадан көріспек болғанда, Юрий кенеттен шабуыл жасап, Тимді баспен соғып құлатады. Содан кейін ол Ливке жүгіреді. Ол артқа шегініп тесіктен құлап кетеді. Тим Юрийді теуіп, Ливті құтқару үшін тесікке секіреді. Ерлі зайыптылар жертөле дәлізімен жүгіріп, есіктен өтіп, Тим Юрийді кіргізбеу үшін есікті жауып ұстайды. Лив қара қабырғада қолданбаны қолданғанда, Юрий ішке кіріп Тимді тұншықтыра бастайды. Қолданба сәтті болады, ал кірпіштер ақыра ашылады, бірақ ер адамдар әлі де күресуде. Тим Ливке қабырға жабыла бастағандықтан онсыз кетуін айтады, бірақ ол бас тартады. Юрий Тимді пышақтауға дайындалады, бірақ Лив оны артынан балғамен ұрады. Енді ерлі зайыптылар соңғы есіктен өтіп, ғимараттан шығады. Сыртта олар қаланың қара кірпішпен жабылғанын көреді. Олардың фургоны дұрыс, сондықтан олар отырып кетіп қалады. Радиода жаңалықтар порттағы өрттің осы оқиғаны тудырғанын растайды.